Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге әйгілі бренд Азилитпен «Я твое средство для сего» екеуін тестировать етіп көреміз. Мына сковородканың өзінде сковородкада нагар өте қатты мөлшерде болғанда, мына шеткі жақтарында көрініп тұрған. Енді осыны мен бір 10-15 минутқа Азилитпен полностью сеуіп қойдым. Енді көреміз нәтижесін. Бірінші противеніміз осылай күнделікті самса, тауық етін пісіретін противенді жуамыз Азилитпен. Сковородкаға осындай Азилитті қолданып көреміз де. Ал енді мынаны мен кез келген онлайн магазиннен заказ берсеңіздер болады. Шамасы 2000 теңге шамасында. Мен қазір не тазалғанымды көрсетемін. Бұл кәдімгідей осындай отбеливатель порошок ретінде жүреді. Бұдан 1-2 жаңағы үлкен қасықтан салып, жаңағы тексеріп көрсек болады. Кәдімгі жаңағы туалеттің ішіндегі коврик. Көріп тұрғандай пятналар бар. Бұны мен сатып алған кезде бұнда осыншама жаңағы пятна болмаған. Енді осыны жаңағы средствомен ыстық суға бірінші езіп аламды, сосын осы ковригімді тазалап алам. Енді көреміз қалай жұмыс жасайтынын. Сосын сіздерге айтамын. Үлкен тазикке су алып алдым. Мұнда қайнаған су болу керек негізінде. Енді жаңағы очистительді осылай 2-3 қасық аямай саласыздар. Результатын көреміз. Міне сразу судың несі түсі өзгеріп жатыр. Көргендеріңіздей. Бұны біраз уақыт ұстаймыз. Осындай қырғышпен қырып аламыз. Қырсаңыздар, уже міне кетіп жатыр. Кәдімгі результаты көзге көрініп тұр. Қазір жуып шайғаннан кейін көрсетемін. Мынау противенмен жуылған, жаңағы Азилитпен. Результат өте керемет жуып шықты. Онда негізі қатып қалған дақтар болған шеткі жерінде. Барлығын кетіріп шықтым. Мынау жаңағы средствомен жуған ковриктің кәдімгідей ағарды. Соған далаға кептіреміз. Мынамен жуған средствомен. Жақсы жуған сияқты. Бір 10-15 минут ұстадым. Мынау сковородка. Бұның ішінде кәдімгідей дақтар болған. Сап-сары. Кішкене қырғышпен қырып алдым. Тап-таза болды. Мынау бағанағы противень.